Болашақ бағдарламасы еліміздегі инновациялық ізденістің жандануына үлес қосып отыр дейді Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің профессоры Сәрсенбек Монтаев. Аталған бағдарлама аясында Жапон елінде білім білігін арттырып келген ғалым бүгінде 10-ға тарта инновациялық жобаның авторы атанды. Болашақ бағдарламасы бойынша алған білімін ғалым жас ұрпақ тәрбиесімен тың жобаларда жүзеге асыруға жұмсап келеді. Бағдарлама көптеген зерек жаспен ізденімпаз жанның келешегіне кең жол ашып отыр дейді Сәрсенбек Монтаев. Бағдарламаның бізге берген өте көп болды. 2 айдың ішінде ең осы әлемдегі дамыған Жапон мемлекетінде осы нанотехнология бойынша көптеген ғылыми жетістіктермен таныстық. Болашақ бағдарламасының пайдасы орасан зор, бірнеше жүз есе қайтты. Сәрсенбек Монтаевтың инновациялық идеялары экологиялық өзекті мәселелерді шешіп, қуат көздерін үнемдеуге бағытталған. Мәселен, ол ойлап тапқан шыны тас әйнек қалдықтарынан жасалады. Отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын құрылыс материалы жылуды да берік ұстайды. Профессордың тағы бір маңызды өнертабысы жасанды қиыршық тас. Жақында ғана біздер сол жобаны өндіріске ендіру үшін өндірістік прототип дайындауға грант ұтып алдық. Соны қазір біздер барлық осы мекеменің өңірдің басты осы өндіріс мекемелерімен байланысып, өндіріске енгізу жұмыстарымен айналып жатыр. Негізгі мақсат осы ғылыми жетістіктерді өндіріспен байланыстырып, жалпы біздің экономикасына жұмыс істеуіне үлес қосу. Ғалымның сондай-ақ бұрғылау қалдықтарынан құрылыс материалдарын жасау, ауыз суды тазартуға бағытталған ғылыми жұмыстарда инновациялық жобалар санатында. Ғұмырының ширек ғасырын білім беру ісіне арнаған профессордың артынан лайықты шәкірттері де өсіп келеді. Тағылымдамадан үйренген өзінің жетістіктерін қазіргі уақытта докторанттарға, студенттерге, магистранттарға барынша үйретіп жатыр. Күн сайын бізге бағдар беріп отырады. Қазіргі уақыттағы маңызды мәселелерді айтып, қандай жұмыспен айналысу керек екенін бізге айтып отырады. Осылайша оралдық ғалым болашақтың арқасында еліміздің инновациялық дамуына белсенді түрде атсалысып отыр. Рауандели Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Орал.